Hello, boys and girls. How are you today? Okay, let's start our English lesson. Open your copybook and write down today's date, the 27th of October, class work. Our theme is revision. Біз бүгін екінші тарауды қайталаймыз. Яғни осы тарау бойынша грамматикалық сұрақтарды бірге қайталап өтейік. Сонымен, ең алдымен бұл яғни зат есімдердің жекеше және көпше түрі plural nouns. I will show you some examples and exercises. Also rules. Okay. Сонымен, мысалы, бізде кез келген зат дейік. Мысалы, мысық. Балалар, мысық бізде ағылшынша cat. Ал біз көпше түрінде, яғни plural формасында біз мысықтарды қалай айтамыз? Cats дейміз. Yes, яғни s жұрнағын сөздің соңында қоса саламыз. It's so easy. Next. Егер де біздің сөздер осы әріптерден аяқталатын болса, мен астын сыздым. Көрдік па? S, 2S, Ш, Ч, X, Z. Осы әріптерден аяқталатын болса, онда біз, балалар, бұл сөздерге S жұрнағын қосатын боламыз. Міндетті түрде жаттап алыңдар. Біз өткенбіз. Мысалы, бас, S жұрнағын қостық, я? Buses. Okay, next. Егер де сөз, балалар, F және де F, I әрпімен аяқталатын болса, онда біз оны V-ға ауыстырамыз. V әрпіне. Яғни wife, әйел, wives, әйелдер. Wolf, бір қасқыр. Wolves, бірнеше қасқырлар. Бірақ мұнда бізде ерекше жағдай, яғни егер де осы сөздер кездессе, бұнда яғни F-пен аяқталатын сөз F-пен аяқталғандықтан біз S жұрнағын жай ғана жалғаймыз. Ешқандай V-ға айналдырудың қажеті жоқ. Бұл бізде ерекшеліктер. Okay, next. Мында you can see some examples. Кәдімгі сөз lamp, lamps, S қостық, я? S жұрнағын. Dress, potato, box, touch, dish. Бұларда, яғни, бағана өткенде 2S-пен, Ш, О, Ч, X, Z-пен аяқталса, біз мынаны қосамыз. Егер де сөз Y әрпіне аяқталатын болса, міне көріп тұрмыз. Онда ол бізде I әрпіне ауысады. Battery, батарейка, batteries, батарейкалар. Міне. Next, F болса V-ға ауысады, көрдік. Vest болады, я? Ал енді irregular, яғни бұл бізде ерекше зат есімдер. Бұл бізде S жұрнағын жалғаудың қажет жоқ, мұнда ережеге бағынбайды. Бұл яғни қалай тұр, солай жаттап алу қажет. Мысалы, child, бұл бізде бір бала деген сөз, кәдімгі бала. Ал children болса, балалар. Мен мысалы сендерге hello, children деймін ғой. Children, балалар. Ал child, бала. Man, men. Ер адам, ер адамдар. Woman, woman. Әйел адам, әйел адамдар. Foot, feet. Аяқ, аяқтар. Tooth, teeth. Тіс, тістер. Mouse, mice. Тышқан, тышқандар. Және fish пен sheep сөздері соғап ауыспай қалады. Fish, sheep, sheep. Балық, қойлар. Келесі біз өткен сабақта, балалар, салыстырмалы шырайды өткенбіз. Салыстырмалы шырай, яғни бұл бізге сын есімге байланысты болады. Яғни біз сөздерге жұрнағын жалғаймыз. Мысалы, short қысқа сөзіне әні қосқандықтан shorter қысқарақ болады. Егер де сөз Y әрпінен аяқталатын болса, онда оны біз міне I әрпіне айналдырамыз. Funny қызықтырақ, я? Қызықты, funny қызығырақ. Ал sad сөзінде, яғни D әрпіне сөз D әрпімен аяқталса, онда біз D әрпін екі рет жазамыз. Sad, sadder. Okay, so you can see here some examples. Ал біз өткен сабақта, балалар,
school rules, мектептегі ережелер бойынша тыйым салу, prohibition and obligation, міндеттер туралы өткен болатынбыз. Мысалы, балалар, бізге сыныпта шулауға тыйым салына ма, әлде біз шуламауға міндеттіміз бе? What do you think about it? Yes, you must be quiet in class. Балалар, сендер сынып ішінде тыныштықты сақтауға міндеттісіңдер. You mustn't shout in class. Сендерге сынып ішінде шулауға болмайды. Good job. Сонымен балалар, бүгін сабақта мен сендерге тарауды қайталау бойынша 4 тапсырма беремін. Open your pupil's book on page 31. Кітабымыздың 31-ші бетін ашып, осы 4 тапсырманы асықпай орындап, маған жібереміз. Балалар, сендерге айтайын, барлық сөйлемді көшірудің қажеті жоқ. Тек қана дұрыс жауабын жазамыз. Мысалы, мұнда біріншісінде number, яғни нөмірлейміз, е? Мысалы, cap қайсысы, екіншісі jeans қайсысы, өзіміз сәйкестендіреміз. Екінші тапсырмада plural дегеніміз не? Яғни көпше түрін жаз дейді. Ережеге сүйене отырып, көпше түрін жазамыз. Үшінші тапсырмада read and underline. Оқы және белгіле. Яғни is your bike new or newer? Егер де біз бір затпен салыстыратын болса, онда біз сөзге жұрнағын жылғайтын боламыз. Ұмытпаңдар, е? Ал егер салыстырмай жай затты сұрақ қоятын болсақ, онда жалғаудың қажеті жоқ. Мысалы, is your bike new or newer? Мұнда айтып тұр, сенің велосипедін жаңа әлде жаңарақ па? Бұнда бізде салыстырып тұрған жоқ, жай ғана сұрақ қойып тұр, yes? Is your bike new? Good. Ал енді екінші тапсырмада қарайық. Мұнда бізде сәйкестендіріп тұр, яғни your scarf is long or longer than my scarf. Сенің шарфың менің шарфымнан ұзын немесе ұзынырақ бола ма? Бұнда ұзынырақ болады, е? Сол себепті өзіміз мұқият қарап, орындап шығамыз. Төртінші тапсырмада да сөйлемнің барлығын көшірудің қажеті жоқ. Мұнда суреттене тұр, соны жазып шығамыз. You must do our... Қандай сөз қоямыз? We mustn't chew... Қандай сөз жоқ? Өзіміз кітаптағы жаңа сөздерге қарап жазамыз. We mustn't shout in... We mustn't drop... We mustn't climb on the... We must wear a... Окей. Осылай өзіміз қойып шығамыз. Сонымен our lesson is over. Goodbye.